Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен самса нашпашках дайындаймыз. Өте оңай жасалынады. Бізге 250 грамм қолдың қаймағы, жарты шайнек ложка тұз, 420 грамм ұн қажет. Алдымен қаймағымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл қаймақ сүттің бетіндегі қаймақ. Одан соң ұнымызды салып, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Арасына бір жұмыртқа саламыз. Бізде осындай қамыр пайда болуы қажет. Бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді бізде салмасына 4 картоп, 2 пиязды осылай етіп турап, үстіне тұзымызды, қара бұршымызды салып араластырамыз. Қамырымызды осылай кішкентай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Осылай домалақ етіп жайып, үстіне начинкамызды салып, осылай етіп ораймыз. Одан соң ағаш таяғымызға осылай етіп тығамыз. Енді бетіне жұмыртқамызды жағып, әсемдеу үшін мен мак септім. Одан соң қызып тұрған пешімізде 250 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Осымен біздің самсамыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Видеоларыма лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.